Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сынып математика пәні. 78-ші сабақ 2-ге көбейту кестесі тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта 2-ге көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма: суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Балалар, мұнда суретте көк шашылар және жасыл шашылар берілген. 2 көк шашыға 2 жасыл шашыны қосамыз, 3 көк шашыға 3 жасыл шашыны қосамыз, 4 көк шашыға 4 жасыл шашыны қосамыз. Осылай қосып отырамыз. Ал үлгі бойынша 2 қосу 2 тең, мұнда 2-ден 2 бар деген сөз. Сондықтан 2-ні 2-ге көбейтеміз, тең 4 болады. 3 қосу 3, 3-ден 2 бар деген сөз. Сондықтан 3-ті 2-ге көбейтеміз, тең 6 болады. Осы заңдылықты пайдалана отырып, ары қарай өзіміз жалғастырамыз. 4 қосу 4, 4-тен 2 бар деген сөз. Сондықтан 4-ті 2-ге көбейтеміз, 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады. 5 қосу 5, бұл дегеніміз 5-тен 2 бар деген сөз. 5-ті 2-ге көбейтеміз, 10 болады. 6 қосу 6, 6-дан 2 бар деген сөз. Яғни 6-ны 2-ге көбейтеміз, 12 болады. 7 қосу 7, 7-ден 2 бар деген сөз. 7-ні 2-ге көбейтсек 14 болады. 8 қосу 8, бұл дегеніміз 8-ден 2 бар деген сөз. Сондықтан 8-ді 2-ге көбейтеміз, тең 16. 9 қосу 9, 9-дан 2 бар деген сөз. 9-ды 2-ге көбейтеміз, тең 18. Екінші тапсырма: сандарды 2-ге көбейту кестесін жатта және оны қолдануды үйрен. Есіңде сақта, 2 жердегі 2 деп айтылады балалар. 2 жердегі 2 тең 4, 3 жердегі 2 6, 4 жердегі 2 8, 5 жердегі 2 10, 6 жердегі 2 12, 7 жердегі 2 14, 8 жердегі 2 16, 9 жердегі 2 18, 10 жердегі 2 20 болады балалар. Қолдана біл. 4 көбейту 2 тең 8. Бұл санды 2-ге көбейту кестесі бойынша. Ал 2 көбейту 4 тең 4 көбейту 2 тең 8. Бұл 4-тің кестесіне кіріп кетеді. Себебі біз 4-ге көбейтіп жатырмыз. Яғни, екінші тұрған көбейткішіміз қандай сан болса, ол сол санның көбейту кестесі болып есептеледі. Біз оны ауыстырымдылық қасиеті бойынша 4 көбейту 2 деп орнын ауыстырып жазсақ, ол 2-нің кестесіне ауысады. Сонда оның жауабы 8 болады. 8 бөлу 2 тең 4 және 8 бөлу 4 тең 2 деген сияқты амалдарымыз бөлу амалына ауысатын болса, онда ол көбейту мен бөлу өзара кері амалдар болып есептеледі. Үшінші тапсырма: санды 2-ге көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр. Балалар, бірінші кестеде берілген сандарды барлығын жеке-жеке 2-ге көбейтіп шығамыз. Яғни 2 көбейту 3 тең 6, 2 көбейту 4 тең 8, 2 көбейту 5 тең 10, 2 көбейту 6 тең 12, 2 көбейту 7 тең 14, 2 көбейту 8 тең 16, 2 көбейту 9 тең 18. Ал енді екінші кестеде бөлу амалы бойынша берілген сандарды 2-ге бөліп шығамыз. 4 бөлу 2 тең 2, 6 бөлу 2 тең 3, 8 бөлу 2 тең 4, 10 бөлу 2 тең 5, 12 бөлу 2 тең 6, 14 бөлу 2 тең 7, 16 бөлу 2 тең 8, 18 бөлу 2 тең 9. Кестені осылай толтырып шығамыз. Олай болса балалар, ережені мұқият тыңдап, естеріңе сақтап алыңдар. 2-ге бөлінетін сандар жұп сандар, ал 2-ге бөлінбейтін сандар тақ сандар деп аталады. 4-ші тапсырма: 20-дан бастап жұп сандарды кему ретімен, ал 20-ға дейінгі тақ сандарды өсу ретімен жаз. Олай болса балалар, 20-дан бастап жұп сандарды кему ретімен жазамыз. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Ал 20-ға дейінгі тақ сандарды өсу ретімен жазамыз. Демек, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Осылай жазып шығамыз. Үшінші тапсырма: мысалдарды түсіндіре отырып шығар. Үлгі: 20 көбейту 2 тең 2 ондық. Яғни балалар, 20 дегеніміз 2 ондық. 2 ондықты 2-ге көбейтсек 40 болады. 40 дегеніміз 4 ондық. 600 бөлу 2
600-іміз балалар 600-дік деп аталады. О 600-ді 2-ге бөлсек 300 қалады, яғни 300-дік болады, 30-ды көбейтеміз 2-ге, 30-ымыз 3 ондық, 3 ондықты 2-ге көбейтсек 6 ондық, 6 ондығымыз 60 болады. 800-ді 2-ге бөлеміз, 800 дегеніміз балалар 800-дік болады. 800-дікті 2-ге бөлсек 400 қалады, оны 400-дік деп атаймыз. 40 килограммды 2-ге көбейтеміз 80 килограмм, 100 сантиметрді 2-ге бөлеміз, 50 сантиметр қалады. 6-шы тапсырма есептерді шығар. А нұсқасы әр қайсысында жетеуден 2 қалташа асық бар. Қалташалардағы асықтар нешеу? Қысқа шартын жазамыз. Әр қайсысында 7 асық, қалташа саны 2, асықтардың жалпы санын табуымыз керек. Шешуі 7-ні 2-ге көбейтеміз, 14 болады. Жауабы барлығы 14 асық бар екен. Ә нұсқасы сайысқа 10 бала қатысты. Олар 5 топқа тең бөлініп тұрды. Әр топта неше бала бар? Қатысты 10 бала, бөлінді 5 топқа, әр топта белгісіз бала. Шешуі 10-ды 5-ке бөлеміз, 2, жауабы әр топта 2 бала бар екен. 7-ші тапсырма тиімді тәсілмен есепте. 24 қосу 15 қосу 16. Балалар тиімді тәсілмен есептеу үшін 24 пен 16-ны қосып аламыз, сонда 40 болады, 40-қа 15-ті қоссақ 55 болады. 43 қосу 22 қосу 17. Жақшаның ішінде 43 пен 17-ні қосып аламыз, сонда 60 болады. 60-қа 22-ні қоссақ 82 болады. 16 қосу 43 жақшаның ішінде қосу 27. Тиімді тәсілмен есептеу үшін балалар 43 пен 27-ні қосамыз, сонда 70 болады. Оған 16-ны қоссақ 86 болады. 36 қосу жақшаның ішіне 24 қосу 33. Тиімді тәсілмен есептеу үшін 36 мен 24-ті қосамыз, сонда 60 болады. 60-қа 33-ті қоссақ 93 болады. 8-ші тапсырма 3, 6, 7, 8, 9 сандарының арасынан жұп сандарды тап және оларды 2 есе кеміт. Нәтижесін жаз, шыққан теңдіктерді түрліше оқы дейді. Балалар, мұнда 3 тақсан, 7 тақсан және 9 тақсан, яғни бұл жерде жұп сандар 6 және 8 сандар екен. Ал енді осы жұп сандарды 2 есе кеміт дейді. Демек, 6-ны 2-ге бөлеміз, 3 болады, 8-ді 2-ге бөлеміз, 4 болады. 9-шы тапсырма суретте неше түзу мен кесінді бар. Осы фигуралардың қиылысуынан шыққан фигураны ата. Балалар, түзу дегеніміз екі жаққа шексіз созылған геометриялық фигура еді, ал кесінді дегеніміз түзудің екі нүктесі аралығындағы бөлігін айтатынбыз. Демек, суретте 3 түзу мен 3 кесінді бар. Осы фигуралардың қиылысуынан шыққан фигура 3 бұрыш деп аталады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.